Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бұл орталық музей. Бүгінгі сабақта тыңдаған мәтіннің тақырыбын мұғалімнің қолдауымен анықтайсың, тірек сөздерді қолданып, мәтін құрастырасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Ұлттық, аспап, ашылады, жабылады. Жіктік жалғауы: мен көрсеттім, сен көрсеттің, сіз көрсеттіңіз, ол көрсетті. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Оқы, қайтала. Орталық музей, кітап музейі, ұлттық музыка аспаптары музейі. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңдап, тақырып қой. Бұл орталық музей. Музей Алматы қаласында орналасқан. Музей 1931 жылы ашылған. Орталық музей Орта Азиядағы ең ірі музейлердің бірі. Музейде 300 мыңнан астам экспонаттар бар. Музейдің іші үлкен әрі әдемі. Оқушылар, мәтінге қандай тақырып қоюға болады? Ойланайық. Мәтінге қандай тақырып қойдық? Менің ойымша, мәтінге орталық музей деген тақырып қоюға болады. Сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Екінші тапсырма. Тірек сөздерді пайдаланып, өзің барған музей туралы мәтін құра. Тірек сөздер: музей, ашылады, жабылады, күнде, демалыс күндері, ыдыс, киім, құмыра, кітаптар, ұнады, үлкен, әдемі. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Тірек сөздерді пайдаланып, қандай мәтін құрастырдық? Біз құрастырған мәтін үлгісіне назар аударайық. Бұл кітап музейі. Музей күнде таңертең 9-да ашылады, кешкі 6-да жабылады. Кітап музейі үлкен, әдемі. Музейде әртүрлі кітаптар бар. Маған көне түркі тіліндегі кітап қатты ұнады. Музей демалыс күндері жұмыс істемейді. Оқушылар, сендердің де құрастырған мәтіндерің сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Диалогты рөлге бөліп оқыңдар. Батырхан, сен бүгін қайда бардың? Орталық музейге бардым. Музейге кіммен бардың? Ініммен бардым. Ініңе музей ұнады ма? Иә, ұнады. Оған музейдегі көне экспонаттар ұнады. Төртінші тапсырма. Сөздерден сөйлем құра. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Сөздерден қандай сөйлемдер құрастырдық? Бірге тексерейік. Мен музейге барамын. Музейде алтын адам бар. Мына кітап 100 жыл бұрын шыққан. Мына жерде көне кітаптар бар. Орталық музей Алматы қаласында орналасқан. Кітап музейі маған ұнады. Ол өте әдемі. Әр залға көне заттар қойылған. Мұражайда түрлі экспонаттар сақталған. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөйлемдерің сәтті шықты деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Тыңдаған мәтіннің тақырыбын мұғалімнің қолдауымен анықтадың, тірек сөздерді қолданып, мәтін құрастырдың. Бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 35-ші беттегі 5-ші тапсырма.
музей туралы постер жасап мәтін құра. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.